Тим Бертон ең қызықты, ең бір ерекше режиссерлердің бірі. Неге Тим Бертон ондай деген сұрақ көп адамның ойында туындаған шығар, өйткені ол шынымен де ерекше кісі. Сол сұраққа жауап іздеп көрейік. Жайғасыңыздар. Тим Бертон Бёрбанк қаласында туылған. Қызығы, олар жақсы өмір сүрген, ата-анасы, бірақ жақсы үйлері бар. Сол жақсы үйлері моллалармен көршілесті, кладбище кәдімгідей. Ал кішкентай Тим Бертонның бөлмесін әке-шешесі неліктен екенін білмеймін, терезесін кірпішпен бекітіп тастаған. Содан Тим Бертон интроверт болып өседі. Негізі осы жерден біле берсеңіздер болатын шығар, неге ол готикаға қызығады, өйткені қасында моллалары бар. Және де адамдармен араласпайды, және кейіпкерлерінің өздері де сондай ғой. Қарап тұрсаң, аса ешкіммен араласпай қоятын, бір молладан жаңа ғана шыққан сияқты сондай кейіпкерлердің бірі. Сөйтіп кішкентайынан қоғамдағы адамдар Тим Бертонның жынына тиеді. Ол қоғамды ұнатпайды, өйткені қоғамда өтірікшілер көп. Өтіріктен бір-бірімен сәлемдесіп, бетіне күліп жүретін адамдарды көреді Тим Бертон, және де олар оған ұнамайды кішкентайынан. Есесіне Дракула сияқты готикалық хоррорлар ұнайды оған. Сондай бір ужасқа жақындау фильмдерді жақсы көреді. Сондай ешкімге ұқсамайтын бір түрлі бала болып өседі Тим Бертон. Бұл сөз тіркесті әлі көбірек қайталаймын бүгін. Сөйтіп интроверт баланың Спарки деген жалғыз досы болатын, ол ит. Бірақ Спаркиді бір күні машина қағып кетеді. Ол да келешекте Тим Бертонның өнеріне үлкен әсер еткен бір момент. 1976 жылы суретшіге оқуға түседі Тим Бертон, өйткені кішкентайынан суреттер салатын, готикалық бір түрлі басқаларға ұқсамайтын суреттер салатын Тим Бертон. Сөйтіп 76 жылы суретшіге оқуға түседі. 81 жылы Disney компаниясына жұмысқа тұрады суретші ретінде, өйткені талантты суретші негізі Тим Бертон. Сөйтіп бір жылдан кейін-ақ өзінің қысқа метрлі мультфильмін ұсынады. Оның атауы Винсент, оның готикалық стилі балаларға арналған мультфильмдер шығаратын студияға ұнамай қалады, өйткені мынау қорқытады ғой адамды, кім көреді мынаны деп, олар кішкене басын тартып қалады. 1984 жылы Франкенвини деген кино ойлап табады Тим Бертон. Онда көлік қағып кеткен ит соны қайта тірілтеді, зомби қылады. Дисней бұл фильмнен шошып кетеді, фильмді полка қойып қояды, ал Тим Бертонның өзін қуып жібереді, өйткені мынау балаларға не керегін түсінбейтін сияқты. Ал жаңағы Франкенвини деген фильм Тим Бертонның ішіндегі балаға керек зат болды, өйткені оның итін қағып кеткен, және де бұл фильм сол қағылып кеткен итті қайта өмірге алып келудің амалы да. Сөйтіп Франкенвинидің концептін көрген Пол Рубенс деген комик бар, Бертонға ғашық болып кетеді бірден, стиліне деген сияқты. Сөйтіп өзінің фильміне режиссер ретінде шақырады. Сюжет желісі Бертон үшін өте жақын көрінді, өйткені басты кейіпкер басқаларға ұқсамайтын адам, қоғамда өз орнын тапқысы келеді. Тура Тим Бертонның өзі басқаларға ұқсамайды, қоғамда өз орны жоқ, жаңа ғана жұмыстан қуылды, өйткені қоғам оны қабылдамай жатыр. Сөйтіп айтпақшы, жаңағы PV деген фильм, сол PV-дің басты досының өзі ит қана. Сондай бір қызықты параллельдер. Әрине Тим Бертон бұл жұмысқа кіріседі, сөйтіп алғашқы режиссерлік фильмін түсіреді, PV оқиғалары деген. Сөйтіп режиссерлік мансабы басталып кетеді Тим Бертон. Фильм 6 миллионға түсіріледі, 40 миллион жинайды. Сол фильмде Дэнни Элфман деген композитормен танысады Тим Бертон. Олар бір-бірін тапты деуге болады, өйткені қазірге дейін бірге жұмыс істеп жатыр да екеуі. Вообще Тим Бертонның бір ерекшелігі, ол біреулермен танысып, достасып кетсе, үнемі сонымен жұмыс істейді. PV-дің сәттілігінен кейін Тим Бертонды ел тани бастады. Сөйтіп 88 жылы ол екінші фильмін түсіруге кіріседі. Оның атауы Битлджус. Кім туралы білесіздер ме? Түсініп тұрған шығарсыздар. Қоғамды қорқытатын, басқаларға ұқсамайтын бір түрлі адам туралы. Оның есімі Битлджус. Кого это удивляет? Негізі былай қарап тұрсаң, Тим Бертонның фильмдерінің бәрі бірдей, бірақ әрқайсысы ерекше қызық. Бұл фильмде кейіпкерлер итті қағайын деп қалады да, бірақ өздері зардап шегеді, қайтыс болып кетеді, ит аман қалады. Сондай бір Тим Бертонның жаңағы Спаркиге қайттан берген бір лауазымы да, былайша айтқанда. Фильм 15 миллионға түсіріліп, 75 миллион жинайды. Сөйтіп Бертонның стилін бекітетін фильм осы, өйткені Тим Бертон қазірге дейін алып келе жатқан бір өзінің почеркі дейді ғой, сол почеркті сол жерде нақтылап алды. Нық етіп өзіне қойып алды, жұртқа көрсетті, жұртқа ұнады бұл. Әрине екінші бөлім түсіріледі деген ой болды. Ол сыбыстар сол 88 жылдан бері
қанша 35 жыл болды ма, 35 жыл бойы сол екінші фильм болады деп келе жатыр. Қазір түсірілген сияқты еді, бірақ забастовкалар басталып кетті. Забастовкалар аяқталсын, актерлер забастовкасы, содан кейін шығып та қалар. Мен қатты күтіп жүрмін оны. Сөйтіп Битлджустен кейін Бертон Бэтменді түсіруге кіріседі. Ол туралы X-Men шығарылымында мына жерде айтып кеткен болатынмын. Өте қиын түсірілім болды негізі. Бұл да классикалық Бертон, былайша айтқанда. Басқаларға ұқсамайтын кейіпкер мұнда қоғамға қарсы шығады. Қоғамда, яғни орнын іздемейді, ол қоғамға қарсы шығады. Жалпы Бертонның Бэтмені туралы бөлек бір шығарылым жасауға болады. Керек болса комментарийға жаза кетіңіздер, істеп тастаймын. Өте бір қызық, өте ауыр түсірілім болды, өте қызық түсірілім болды, өте көп тарихты өзгерткен моменттер болды ол фильмде негізі. Сөйтіп студиялық фильмде әбден қиналған Бертон өзінің жеке фильмін түсірмекші болады. Осылайша келесі жобаға кірісіп кетеді. Бертон келесі жобасында Джонни Депппен танысады. Ол екеуі достасып кетеді де бірге бірнеше фильм түсіреді. Ал жаңағы танысқан фильмі ол әйгілі Эдвард Қайшы қолдар, яғни Эдвард руки-ножницы. Негізі ол фильмнің өзгерткен тағдырлары көп негізі. Біріншіден режиссер өзінің прототипіне айналған Джонни Деппті кездестіреді. Екеуі шынымен де керемет бір фильмдер түсірді, керемет атмосфера берді деген сияқты. Екіншіден Джонни Депп сүйікті режиссерінен бөлек жобада махаббатын кездестіреді, өйткені Вайнона Райдердің тұңғыш жігіті болған сол Джонни Депп. Ал Вайнона Райдер айтпақшы бұл фильм үшін өкіл әкенің 3-ші бөлімінен бас тартты, өйткені Майкл Корлеонедің қызын ойнау керек болды. Ол рөл жаңағы София Копполаға өтті, ал Вайнона мынақа келді де өзіне жігіт тапты, сондай керемет романтикалық офф-топ. Сол Эдвард Қайшы қолдар Тим Бертонның кішкентай кезіндегі суретіне негізделген, және де классикалық Бертонның кейіпкері қайттан қоғамнан қорқатын, қоғамда орны жоқ, өзі біртүрлі, басқаларға ұқсамайды, осылайша өмір сүреді дегендей. Оған қоса иттерге прическа жасайды, иттер қабылдайды оны. Қайттан иттер. Тим Бертон, классикалық Тим Бертон. Сөйтіп ол иттерге прическа жасайды, өйткені өзі де ғалымның иті секілді. Яғни Эдвардты құрастырған ғалым, яғни Эдвард сол ғалымның үй жануары, адамдардың үй жануарымен тіл табысып кетеді, адамдардың өздерімен тіл табыса алмайды. Бұл оқиғаның ерекшеліктерінің бірі, мұнда қоғамға кіріп келді, кейіпкер ақырында қоғамда өз орнын тапты, бірақ одан жақсы ешнәрсе шыққан жоқ. Ол жаңағы оқиғаны бастаған жерге қайтып келуге тура келді оған. Сол айтпақшы, бұл фильм Бертонның сүйікті актері Винсент Прайстың соңғы рөлі. Винсент Прайс Тим Бертонның кішкентай кезіндегі сүйікті актері болған, және де сол Тим Бертонның керемет бір фильмінде андай қызық бір зат болды, өйткені қызық болғанда, яғни Винсент Прайс, мынадай параллельдер бар да. Винсент Прайс Тим Бертонды киноға ғашық еткен кісі, яғни режиссер Тим Бертонды жасаған кісі десек болады. Ал Эдвард Қайшы қолдарда Винсент Прайстың кейіпкері Джонни Депптің кейіпкерін жасаған кісі. Сондай бір параллельдер бар. Және де тағы бір қызығы, Тим Бертонның кішкентай кезіндегі үздік жақсы көретін бір актерінің орнын есейген Тим Бертонның сүйікті актері Джонни Депп басады. Сол бәрі бір фильмде болған моменттер. Тағдыр үздік сценарий деймін, тағы да айтам. Эдвардтан соң Тим Бертон екінші Бэтменді түсіреді. Студия өткенде қатты қинап жібердік ау бұны дейді, оған толығымен бостандық береді. Сөйтіп Бертон кішкене құтырып кетеді, сол бостандықты алып. Сөйтіп студияның Бэтменнің көрерменін де сәл қорқытып алады, үркітіп, және ойыншықтарды қалай сатамыз деп ойланып қалады студия. Содан Бертон жұмыс істегісі келмейді Warner Brothers. Екі фильм жасады, екеуінде де біреуінде қинады, екіншісінде настроениесін түсіріп тастады дегендей. Сөйтіп Бертон Warner Brothers-тан кетіп қалады. Сол кезде Disney студиясы Бертонды қайта шақырады өзіне. Франкенвиниді шығарамыз ба деп. Франкенвинилары бар ғой Disneyдің. Соны бүйтіп Бертонға көрсетті, бүйтіп келсейді, мынаны түсіріп тастайық, мейлі. Сен бізге бір нәрсе түсір, біз саған мынау Франкенвиниді түсіруге рұқсат береміз деп қайттан өзіне шақырады. Франкенвиниді шығарады. Сосын Рождество қарсаңындағы Масқара деген Бертонның жобасын шығарады. Онда Бертон режиссер емес, бірақ идеясы соныкі. Бэтменнің тірліктерін бітіремін деп мыяқта режиссер болуға үлгермей қалды. Сөйтіп Тимді Эд Вуд деген жобаға шақырады. Бертоннан қорқып қалған студия жобадан бас тартады, бірақ Disney көмекке келеді, керекті қаражат береді.
Эд Вуд, Бёртон мен Депптің тағы бір керемет жобасы, бірақ прокаттан құлайды ол, өйткені бұл жолы қоғамда өз орнын іздеп жатқан, ешкімге ұқсамайтын біртүрлі кейіпкер жұртқа қызықсыз болып шығады. Дегенмен бұл фильмді қарайтын болсаңыздар, Тим Бёртон мен Джонни Депп рахаттанып тұрып сол киноны түсіргенін байқайсыздар, өйткені фильмдегі атмосфера үйде отырғаннан ақ сезіледі. Сөйтіп Эд Вудтан шабыт алған Тим Марс шабуылдайды деген тек фильм шығарады. Вот ең қуған бір түрлі түсініксіз, бірақ қызықты кино көрем десеңіздер, сол Марс шабуылдайды деген фильмді көріңіздер. Прям ашин ойына келгенін жаза берген ғой ана кісілер. Ойына келгенін түсіре берген. Содан Тим Бёртонның ойынан шыққан, бірақ көрерменнің көңілінен шықпаған кино туындады. Қазір қарасаңыздар, бұл классикаға айналып кеткен, бірақ ол кезде прокаттан құлаған фильм. Қасында Бэтмен мен Робин құлап кетеді. Сөйтіп Бёртон түсірейін деген Супермен, кім? Николас Кейдждің ойнайтын Супермені басқаларға ұқсамайтын біртүрлі Супермен түсірмекші болды. Бұны кішкене бұдан бас тартады, өйткені жаңа Марс атакует құлады, оның алдында Эд Вуд құлады прокаттан. Мына жерде Бэтмен мен Робин Тим Бёртонсыз ақ құлап жатыр. Че-то пока Суперменді ұстай тұрайықшы, керек емес, шығармай қояқ дейді. Тим Бёртон онымен келісуге тура келек, басқа не істейді ол. Сөйтіп түсірілімін бастайын деп тұрған Суперменнен бас тартқаннан кейін Тим Бёртон 2 жылға жоқ болып кетеді, сәл демалады. 99 жылы Тим Бёртон оралады да «Сонная лощина» деген өзінің алғашқы хоррорын түсіреді. Негізі Тим Бёртонға қарап тұрсаң, хоррор мастері неге сонша жыл бойы хоррор түсірген жоқ деген ой келеді да. Бірақ «Сонная лощинаны» түсірді. Содан соң бір жыл өтеді, Маймылдар планетасын түсіреді. Сөйтіп Тим Бёртон маймылдардан қатты қорқады. Сол қорқынышы көрерменге де жақпай қалған сияқты. Өйткені фильм прокаттан жаман қатты құлайды, бірақ бұл фильмнің Тим Бёртон үшін тарихи маңыздылығы бар. Өйткені бұл фильмде ол Елена Бонем Картер деген актрисаны кездестіреді де, екеуі бір-біріне ғашық болып қалады. Екеуі бір-бірі үшін ойланып табылған адамдар ғой, мыналар былай қарап тұрсаң ше. Тим Бёртон, Елена Бонем Картер екеуі бір-бірі үшін жаралған ғой мыналар. Сөйтіп сол уақытта 2 жылдың ішінде Бёртон 1-2 жылдың ішінде әке-шешесі қайтыс болады Тим Бёртонның. Содан болар Бёртон әке мен бала мәселесін көтеретін «Ірі балық» деген фильм түсіреді. Өте әдемі, өте керемет кино. Қатты кеңес беремін негізі. Менің сүйікті 5 фильмдерінің ішіне кіретін фильм. Мұнда басқаларға ұқсамайтын интроверт. Бірінші тарапта оның әкесі, бір қарасаң өтірікші, ашин ойдан бір оқиғаларды құрастыратын кісі, бірақ қарап тұрсаң шын айтып тұрған сияқты. Сондай бір керемет сказка, әкесіне деген жоқтауға, былайша айтқанда, Тим Бёртон міндетті түрде көріңіздер, міндетті түрде. Бұл фильмнен кейін Хелена мен Тим атаны, яғни әке-шешесінен айырылып, өзі әке болады Тим. Сөйтіп екеуі бір деректерге сенсек, үлкен бір үйге көшеді. Оның бір жартысы түрлі түсті, Елена Бонем Картердікіндей, бір жартысы готикалық Тим Бёртон қараңғы. Бұған сілтеме ретінде Уэнсдейді қарасаңыздар, Уэнсдейдің бөлмесі естеріңізде ғой. Мына жартысы қараңғы, мына жартысы қарапайым түрлі түсті деген сияқты. Соны Хеленамен бірге үйге көшкен кезде байқап, содан шабыт алып, бірнеше жылдардан кейін қайттан киносына түсірді. Жалпы Тим Бёртон өмірде не болады, соның бәрін киносына кіргізеді, оны уже байқап үлгерген шығарсыздар. Сөйтіп 2005 жылы қанатын қайта жаяды Тим Бёртон, ірі балықтан кейін. Сөйтіп қалыңдық мәйіті деген жобаға кіріседі. Джонни Депп дыбыстайды басты рөлдегі жігітті, Хелена Бонем Картер қайтыс болған қызды дыбыстайды. Бұл фильмде Тим Бёртон бірінші рет махаббат үш бұрышы деген тақырыпты көтереді. Өйткені Елена Бонем Картермен жүре бастаған кезде ол әйелмен қоштасуға мәжбүр болады. Және де сол фильмді, осы ақпаратты біле тұра, сол фильмді көрсеңіздер, жаңа қырынан ашастыр қалыңдық мәйіті деген фильмді, яғни труп невесты. Өйткені бұл жерде басты рөлдегі ешкімге ұқсамайтын бір түрлі жігіт қызға үйленем дейді, бір кезде мәйітке үйленіп кетеді. Сондай бір сөйтіп жаңа екі әйел екі дүниеге тартып тұрады ғой ана жігітті. Тура Тим Бёртонның басынан өткен Хелена Бонем Картермен қосылмай тұрып әйелмен ұрсып жатқан кезеңдер көптеген бір заттарды байқауға болады өзде. Вот көріңіз соны.
көрсеңіздер, тем более көріңіздер, осы жаңа ақпаратты ойда сақтап тұрып қарасаңыздар басқаша көрінеді ана кино. Бұл мультфильм үшін ойыншықтар жасалған көптеген, өйткені готикалық стиль, оны суреттеу қиын және де ойыншықтармен жасалған, сондықтан шығар фильмді 1 жыл бойы түсірген Тим Бертон. Бірақ керемет туынды шықты. Айтыңыздаршы. Сөйтіп тағы мультфильмдердің параллельдеріне тоқталатын болсақ, терезені бекітіп тастаған ата-ана, өлі әлемде өмір сүріп жатқан ит, Бертонның кішкентай кезіне сәлемдеме, жаңағы махаббат үшбұрышы бар, үлкен кезеңіне сәлемдеме. Бұл мультфильмнен Дисней бас тартады, Диснейдің бас тартатыны бар. Сол кезде Warner Brothers көмекке келеді. Жалпы Warner Brothers пен Диснейдің таласы сол Тим Бертон басталған ау деймін. Бірақ Тим Бертон олар үшін үлкен жоба жасау керек болады, Warner Brothers үшін, және сонда көмегіне бола. Солай Бертонның келесі атышулы жобасы пайда болады негізі. Егер Warner Brothers келіп, жаңағы мәйітпен көмектесеміз демесе, біз Чарли мен шоколад фабрикасынан айырылатын едік. Чарли мен шоколад фабрикасы ақштың классикасына айналған кітап негізі. Оны кезінде түсіргенде ол фильм кітаптың авторына ұнамай қалған, және оның отбасына да ұнаған жоқ. Содан отбасы жаңа экранизацияға режиссер іздейді. Сөйтіп Бертонға тап болады. Бертон суреттерін көрген кітап авторының туыстары бірден келісімін береді, және де Бертонды үйіне шақырады. Бертон үйлеріне кірген кезде жаңағы кітаптағы баланың отбасы тұратын үй бар ғой. Сол үй екенін түсінеді, соны айтады. Мыналар коннекті бар екенін түсінеді, отбасы, жаңа автордың отбасы. Сөйтіп түсірілімге келісімін береді. Бертон түсірілімге кірісіп кетеді. Сөйтіп әйелін, сүйікті актерін, композиторын бәрін бірге шақырып алып, сол Чарлиді түсіреді. Айтпақшы, Джонни Депп, бұны жақында білдім. Былайша қарап тұрсаң түсінікті, байқамайсың да ондай заттарды. Джонни Депп Вилли Вонканың іс-қимылдарын Майкл Джексоннен алған. Көрініп тұрған Майкл Джексон екен, андай сөйлеген кезде майысқандары, киімдері деген сияқты қызық. Сөйтіп фильм $500 миллиард жинайды, кіріп кетеді кәдімгідей. Сөйтіп Тим Бертонның жаңа бір демі ашылады, былайша айтқанда. Содан Бертон, Депп, Бонем Картер және композитор Дэнни Элфман төртеуі кітаптардың экранизацияларына кіріседі. Ойбой, бұл жалғыз кітап емес қой, кітаптар 40 ғой дейді. Сол төртеуі кәдімгі марафонға кірісіп кетеді, кітаптарды экранизация жасайды. Бірінші Суини Тодд деген фильм шығарады. Онда жас, кстати, айтпақшы, жаңа Векнаны ойнайтын бала, сары бала. Соның бірінші рөлі екен Суини Тоддта. Содан Суини Тоддтан кейін Сиқыр еліндегі Алисаны түсіреді. Бұл Бертонның ең көп пайда алып келген фильмі. Былайша Диснейдің және де андай мультфильмдерін киноға айналдыратын моданы содан бастайды. Тим Бертон бастайды. Жалпы Тим Бертонның кинода бастаған заттары көп екен. Алиса миллиард жинай ма? Миллиардтың аршық бер жағын жинайды. Және содан Дисней көптеген өзінің мультфильмдерін киноға айналдырмақшы болады. Әлі де содан зардап шегіп жатыр. Жаңағы русалочкалар шықты. Мен актрисаның терісінің түсі туралы айтып жатқан жоқпын. Жалпы фильмнің өзіне айтып жатырмын. Фильм нашар, өте нашар. Тим Бертонға оралайық. 2012 жылы Джонни Депп бір кейіпкерді ойнағысы келеді. Барнабас Коллинс оның аты. Сөйтіп Бертонды Қараңғы көлеңкелер атты фильміне шақырады. Сен режиссер болшы, мен мына ойнағым келеді. Бертон сөйтіп қайттан достарын жинап алады да кайфпен кино түсіреді. Ол көрініп ақ тұр қайттан, барлығы кайфовать еткен, бірақ Бертон мен Депп кайф ұстаймыз деп түсірген кинолары не істейді? Дұрыс, прокаттан құлайды. Сөйтіп ол прокаттан құлап кетеді. Сыбыстарға сенсек, осы түсірілімде Тим әйелімен үнемі ұрсып жүретін. Өйткені араларына француз актрисасы кіріп алады. Ева Грин деген актриса кіріп алады араларына. Сөйтіп екеуі ұрсады. Қызығы, бұл фильмде Бертон алғаш рет Хелена Бонем Картердің кейіпкерін өлтіреді де, өлтіріп алып ақырында мынандай сөзбен бітіреді. Я никогда не любил эту стерву. Сөйтіп Ева Грин Хелена Бонем Картердің орын баспамай ма деген сұрақ туындайды, бірақ одан алдын 2012 жылы Франкенвини деген мультфильм шығады. Керемет мультфильм. Ананы қарасаңыздар, Тим Бертон андай ішінде ұстап тұрған мұңын, ауруын бәрін төккен ғой кәдімгідей. Керемет мультфильм. Негізі осы жерге жетсеңіздер, барып сол мультфильмді көріп келіңіздер, өйткені Тим Бертонның кішкентай кезін толығымен түсінесің. Не болған, қалай болуын қалаған Тим Бертон. Не үшін Тим Бертон сондай, біз білетін Тим Бертон неге сондай, соның бәрін сол мультфильмді көрген кезде білесіздер. Кәдімгідей баласын естімейтін, готика қарайтын ата-ана
көлік қағып кеткен ит, біртүрлі көршілер, Бэтменге сілтеме, Винсент Прайстың еске алу, тағы басқа Тим Бертонның кәдімгі өмірбаян оқиғасы оған Франкенвини деген. Қысқаша айтқанда Франкенвини бұл Тим Бертонның өмірбаяны. Сөйтіп кішкентай кезінің гештальттарын жауып, Диснейден ақысын алып, Бертон Оскар жоғын байқайды. Сөйтіп Дәу көздер деген бір қарағанда оған тән емес фильмге кірседі, бірақ Оскарды алып кетсем, осы фильммен алып кетем ау дейді. Дәу кездер оқиғасын ол шын өмірінде негізделген. Онда бір әйел адам, художница, ол көздерін үлкейтіп салатын адамдардың, бірақ ол кезде әйелдердің еңбегін менсінбейтін жұрт. Ол қазір де бар бізде, ол кезде тем более болған. Сондықтан суреттердің авторы ретінде әйел күйеуін жазады ғой. Өзі суретін салады, бірақ авторы күйеуім дейді. Содан күйеуі әйгілі болып кетеді. Ақыры әйелі күйеуімен сол авторство соттасуға тура келеді. Соны Тим Бертон суреттемекші болады. Бұл оқиға Бертонды несімен қызықтырды екен дейсіздер ғой. Бертон бірнеше жыл бойы Диснейде жұмыс істеген еді. Сөйтіп идеяларына студия назар аудармаған, студияға қарсы шыққысы келді. Параллель, видите? То есть бұл фильмде жаңағы әйелдің күйеуі үлкен студия, әйелдің өзі Тим Бертон, және де Тим Бертонның меншігін иеленіп алған студия. Сондай бір параллель бар. Тим Бертонның фильмдерінің барлығында өміріне деген параллель бар. Керемет. Бұл жобадан соң Тим Бертон Хелена Бонем Картермен ажырасып кетеді. Сөйтіп Бертон, Депп, Бонем Картер үштігі тарап кетеді десек болады. Өйткені Джонни Депп араға біраз уақыт салып әйелімен соттасып кетеді. Сөйтіп мансабын құртып алады. Тим Бертон Хелена Бонем Картермен қиылыспайды. Сөйтіп сол үштік тарап кетеді. Керемет фильмдерді бізге ұсынып, сөйтіп бастары бір күні қосылады ау деген үміт әлі де бар негізі. Ал Тим Бертон әйелімен ажырасып, Ева Гринмен бірлесіп кетеді. Сөйтіп Мисс Пилигримнің бір түрлі балалар үйі деген ортанша фильм шығарады. Сөйтіп орташа пайда көреді. Кішкене бұл музасы өткендегі музасынан сәл нашарлау болып көрінеді. Бір ғана фильм ғой, неге өйтіп айтасың деушілерге. Тим Бертон Алисада бастаған трендіне өз орнады, біраз жылдар салып. Оған Дамбо мультфильмін таспалауды сұрайды Дисней. Тим Бертон келіседі, басқа не істейді ол. Сөйтіп Бертон экранда Бэтмен мен Пингвинді қайта қосады. Өзінің Бэтменде 89 жылы түскен екі жігітті қайта қосады. Ностальгия. Сөйтіп Дамбоны түсіреді. Дамбода Диснейді мазақ етеді. Былайша айтқанда, жаңағы Бэтмен мен Пингвинді ойнаған Майкл Китон мен Дэнни Девитін шақырады. Жаңағы музасы Ева Гринге рөл тауып береді. Сөйтіп Дамбо онша кірмейді. Одан қоса пандемия басталып кетеді. Тим Бертон пандемия кезінде аса көзге түспейді. Содан 22-ші жылы ғана әлемнің басты ньюсмейкер болады. 2 жылға жоқ болып кетеді, ал 22-ші жылы Wednesday деген сериалмен қайтып келеді. Былайша ойлансаң, Тим Бертон мен Адамс отбасы бір-біріне бір-бірі үшін жаралған ғой, былайша айтқанда. Қалайша енді ғана бастары қосылып жатыр, соған үлкен бір түсінбеушілікмен де қалайша негізі Тим Бертон мен семейка Адамс былай қатарласып келе жатқан проект қой, бір-біріне қатты жарасатын. Өйткені готикалық отбасы, готикалық режиссер. Бірақ 22-ші жылы ғана бастары қосылды. Сөйтіп жаңағы Адамстардың отбасынан шыққан Wednesday туралы сериал хитке айналып кетті. Ол туралы айтпай қойсам да болатын шығар, өйткені биі әлі де естеріңізде ғой. Сол, былайша айтқанда, жақын арада Битлджустың 2-ші бөлімі шығу керек, бірақ әңгімені онымен емес, қызықты бір әңгімемен аяқтағым келеді. 2006 жылы Канн кинофестивалінде Францияда Тим Бертон Моника Беллучиді байқап қалады. Екеуі амандасады. Мынаның қасында Хелена Бонем Картер бар, Беллучидің қасында Винсан Кассель, екеуі бүйтіп бір-біріне қолын сілтейді. 2013 жылы Тим Бертон бір интервьюде лифтте кіммен тұрып қалғыңыз келеді деген кезде бірінші Джонни Деппті айтады, ал әйел адам болса ше десе, онда Моника Беллучи, өйткені Моника Беллучи өте әдемі деп жауап береді Тим Бертон. 22-ші жылы ағайынды Люмьерлер атындағы кинофестиваль бар екен Францияда. Сонда жолдар түйсет, Моника Тимге жетістіктер үшін бір сыйлық береді. Содан бері екеуі қосылып кетеді. Моника Беллучи мен Тим Бертон. Ойлап көріңізші.
Моника Белучи готикалық ханшайым ғой кәдімгідей. Вот прям королева. То есть готикалық адамдарды қарастыратын болсақ, Ева Грин бұл жерде, Елена Бонем Картер, вот Тим Бертонмен деңгейлес, және де сол готиканың ханшайымы Моника Белучи ғой. Сол ханшайымға дейін жетті. То есть Тим Бертон өмірді ойынға басаң, қазір басты босқа жетті да. Сондай қылып көрінеді өзіме, мысалы. Содан екеуі бірге, оның қайттан музасы бар, және де Битлджустың екінші бөлімі былайша дайын, там 1-2 түсірілмеген сахнасы бар. Бірақ бұл фильмнің қызығы О'Хара, Райдер, Китон қайттан өзінің рөлдеріне келеді, яғни бірінші Битлджустан келген 3 адам бар. Оларға Ева Грин жоқ, мысалы, қосылатын, Елена Бонем Картер мен Джонни Депп қосылмайды оларға, бірақ Дженна Ортегасы бар. Жаңа музаларының бірі, Wednesday'ді ойнаған Дженна Ортега бар, және де Моника Белучи бар. Одан не шығатынын болашақта көре жатармыз, бірақ қазіргі Тим Бертонның өміріндегі былай подъемға қарап тұрсаң, үлкен хитке айналатын түрі бар-ау деймін. Еш нәрсе өзгеріп кетпесе. Және де байқасаңыздар, Тим Бертон қазіргі уақытта жаңа команда жинап атқандай, өйткені Депп жоқ, Елена Бонем Картер жоқ. Олардың орнын басқа адамдармен басып жатыр. Одан не шығады екен, болашақта көре жатармыз. Бүгінге осы. Баршаға рахмет. Көріскенше.